Келесі 441 есеп. Қосындының мәні бірге тең болатындай бөлшегіне қандай бөлшекті қосу керек? Яғни біріншісінде бірден азайтамыз 9-дан 8-ді. Бөлшектің бөліміне сәйкестендіріп бір санын 9-дан 9 деп жазылайық. Азайтылған 9-дан 8 тең болады бізде 9-дан 1-ге, яғни 9-дан 1 санын қосқан едік, қоссақ, оның нәтижесі 1-ге тең болады екен. Келесі екіншісі 1 азайтылған 5-тен 3. Бір сан бөлшектің бөліміне сәйкестендіріп 5-тен 5 деп жазылайық, сонда 5-тен 3 болады. Азайтсақ 5-тен 2-ге тең болады екен. Яғни мына бір бөлшекке 5-тен 2 бөлшегін қоссақ 1-ге тең болады екен. Келесі үшіншісінде 1 азайтылған 19-дан 10. Бөлшектің бөліміне сәйкестіріп бір сан 19-дан 19 деп жазып аламыз да, 19-дан 10 болады екен. Сонда 19-дан 9-ға тең болады. Яғни 19-дан 9 санын қоссақ, 19-дан 1-ге тең болады екен. Келесі төртіншісі 1 азайтылған 13-тен 8. 8-тен бөлшектің бөліміне сәйкестендіріп 13 деп жазып аламыз да, азайтылған 13-тен 8 тең болады 13, так 5-ге тең болады. Яғни 13-тен 5 санын қосатын болсақ 1-ге тең болады екен. Так, келесі 5-шісін шығарайық. 1 азайтылған 50-ден 41. 41 тең бір санын 50-ден 50 деп аламыз да, 50-ден 41-ді азайтамыз, сонда 50-ден 9 саны болады екен. Келесі 6-шысын шығарайық. 1 азайтылған 69-дан 58. Бір санын 69-дан 69 деп аламыз да, 69-дан 58-ді азайтамыз, сонда 69-дан азайтатын болсақ 11-ге тең болады екен. 442 есебіміз. Санды 12-ден 5-ке арттырғанда 36-тан 17 бөлшегі шықты. Арттырылған санды табыңыз дейді. Қандай да бір сан x санын арттырамыз 12-ден 5-ке. Сонда нәтижесі шығады 36-тан 17-ге. Енді осы санды табыңыз дейді. X-тен 36-тан 17 азайтылған 12-ден 5. Ортақ бөлім 36 санынан береміз. 3-тен кет, сонда 36, 17 азайтылған 15. Сонда 36-тан 2-ке тең болады. 2-ке қысқартып жіберетін болсақ, 18-ден 1-ге тең болады. Сонда x санымыз 18-ден 1-ге тең екен. Келесі 443 есебіміз. Ыдыста 16-та 7 килограмм бал болды. Бос ыдыстың массасы балдың массасынан 20-дан 3 килограмм жеңіл. Яғни 16-дан 7 азайтылған 20-дан 3 тең. Ортақ бөлім береміз 80 санынан 5 болады, 4-ке тең болады. Сонда бөлшектің бөлімі 80 болады, 35 азайтылған 12. Сонда 80-нен 23 килограмм. Бұл бізде бос ыдыстың массасы. Енді бал салынған ыдыстың массасын табыңыз дейді. Сонда 16-тан 7-ге қосамыз 80-де 23-ті. Тең ортақ бөлім 5 болады. 80 болады, 5-тен береміз. Сонда 80, 35 қосылған 23. Сонда 80-нен 58-ге тең болады. Оны қысқартып жіберетін болсақ, 2 саны 40-тан 29-ға тең болады екен. Бал салынған ыдыстың массасы сонда 40-тан 29-ға тең екен. Келесі 444 есебіміз. 1 сағатта Жанболат үй тапсырмасын
5-тен 1-ін орындады. Ал екінші сағатта одан үй тапсырмасын 6-тан 1-ін артық орындады. Яғни осыған қарағанда 6-тан 1-ін артық орындайтын болса, қосамыз 6-тан 1. Сонда ортақ бөлім 30 санынан болады. 5-тен берем, 6-тан берем. 30, 6 қосылған 5, сонда 30-дан 11-ге тең болады. Бұл бізде екінші сағатта орындағаны. Ал бірінші сағатта бізде 5-тен 1 еді. Бірінші сағат. Енді ол 2 сағатта үй тапсырмасының қандай бөлігін орындады деді. Яғни қосамыз 5-тен 1-ге, қосамыз 30-дан 11-ді тең болады. Бөлшектің бөлімі бізде 30 санынан береміз, 6-тан тер екен, сонда 30, 6 қосылған 11 болады. Сонда 30-дан 17-ге тең болады екен. Сонда жан болады 2 сағатта үй тапсырмасын 30-дан 17 бөлігін орындаған екен. Келесі 445-ші есебіміз к-мыз тең 6-тан 5-ке. Онда к қосылған 4-тен 3-ті табыңыз. Сонда к-мыз 6-тан 5-ке тең, қосамыз оған 4-тен 3-ті. Ортақ бөлім 12 санынан берем, 3 болады, 2 болады. Сонда 12, 10 қосылған 9, 12-ден 19-ға тең болады. Аралас санға айналдырып жіберетін болсақ, 1,12-ден 7-ге тең болады екен. Келесі бұл біріншісі. Келесі екіншісінде к-мыз тең 6-тан 1-ге. Сонда 10-нан 9 азайтылған 6-тан 1. Ортақ бөлімі бізде 30 санынан болады. 3-тен беремін, 5-тен береміз. 30 болады. 27 азайтылған 5. Сонда 30-дан 22-ге тең болады. Тең 15-тен 11-ге тең болады екен.